Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түрік халқының симит атты тоқашын дайындайтын боламыз. Сырты күтірлік болып, іші жұмсақ болып, өте дәмді болып шықты. Және де жасалу жолы оп-оңай. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы суымызға тұзымызды және де дрожжымызды қосып, одан кейін 2 ас қасық қантымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, апарасын дайындап аламыз. Бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Апарасы көтерілгенше дейін достар, рецептім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, одан кейін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецепттерімді жіберіп алмау үшін. Мінекей біздің апарымыз осылай болып көтерілді, өте жақсы көтерілді. Енді біздің тестамызда жақсы көтеріледі деген сөз. Үстіне белгіленген мөлшердегі ұнымызды шетінен салып, жақсылап араластырып, одан кейін қолымызбен араластырып, илеп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Соңынан осылай сұйық маймен кішкене тағы да бір басатын боламыз. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Менде бір 30-40 минутта көтеріліп үлгерді. 1 сағатқа дейін қойып қойсаңыздар болады. Ал енді қамырымыз көтерілгенше дейін жылы суға медымызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Сиропын дайындаймыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды майлап, симитімізді жасауға кірісеміз. Теңдей 6 бөлікке бөліп алатын боламыз. Ал енді барлығын видеодағыдай етіп, алақанымызбен созып дайындап аламыз. Менің жасағанымнан да жіңішкерек қылып жасаңыздар деп айтқым келеді. Себебі мен жасап болам дегенше дейін алтауын ол 2 еселеніп көтеріліп кетті. Тестамның жақсы көтерілгеніне байланысты үлкейіп, ұлғайып кетті. Қаласаңыз, бұдан да жіңішкерек қылып жасасаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай етіп, барлығын жасап шығамыз. Ал енді дайындап алған сиропымызға әрқайсысын малып аламыз. Одан кейін күнжутымызды тағы да бір ыдысқа салып, оған да батырып аламыз. Мінекей дайындау жолы оп-оңай жасалады, және де қамырымызға да ешқандай артық қоспаларында қажеті жоқ, үйдегі бар заттармен жасалады. Барлығын алтауында осылай жасап шығамыз. Одан кейін пешімізді қыздырып қоя береміз. 200 градуста 20 минутта пісірсеңіз болады. Негізі әркімнің пешіне байланысты әртүрлі піседі. Ең бастысы күйдіріп алмаңыздар дегім келеді. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Назарларыңызға рахмет.